Нурбаяз Абытов, жарты көчі, әңгеме. Таң сағарлап, Жусуп ататынша жарты көчінің башындағы үйінен шығып, таяғын таянып, сылтып басып дөңгөчкө келіп көчік басты. Жусуп қызық адам. Боры келлігі да бөтінші, бұты орыйд. Оң ыптасына сылтып басқаны ошындан. Алыс жуыққа өзі чығалбайды. Жуайы Албасхан қашында тұрғанда дүйнөсі түгел жүріп, жалғыздықтың азабын мұншалық тартпасы эле. Албасхандын бұл дүйнөнү таштап кеткеніне 5 жылдың жүзі болды. Кейде жалғыздық жаңғы батқанда үйіне батпай басып қалат же дароо көчөгө чыгат. Көчөдө өткөн кеткендер менен коңурашса маанайы бир аз көтөрүлөт. Буту оорубаса тиричилик менен алаксымак. Жубайы Албасхан экөө бир уул бир кызды чоңойтушту. Кызы турмушка чыгып өзү менен өзү уулу бектен көп болду, шаарда жашайт. Үй жайлуу. Сизди да ала кетейин, жалгыз кантип жашайсыз, бутуңуз да ооруйт десе, эч унабай койгон. Ал үйүн, жарты көчөсүн, бир туугандай болуп калган коңшуларын кыя албады. Анын үстүнө кошуналары да карыганда шаарга көнмөк беле, калган өмүрүн бул жакта өткөрсүн, биз каралашып турабыз, деп уулу бектенди көндүрүшкөн. Ошол күндөн бери жарты көчөнүн тургундары Жусуптун кем карчысына жардам берип келишет. Жусуп кошуналарына ыраазы. Мал жанын тоого айдагандар да, районго шаарга жөнөгөндөр да дөңгөчтө былк этпей отурган Жусуптан кыя өтпөй учурашып өтүшөт. Аны жарты көчөнүн тургундары биздин радио деп коюшат. Анткени Жусуп айылдагы бардык жаңылыктан кабардар. Районго каттаган коңшу колоңу Жусуптун кем карчын сурап, эмне керек болсо ала келишет. Жарты көчө дегенибиз чоң айылдын этегинде жайгашкан кыска көчө. Жарты көчөдөн кийин айыл жок. Ар жагы талаа, тоо болуп кетет. Онго жетпеген үй бүлө жашайт. Той топур болобу, жамандык жакшылык табылобу, бири-бири дегенде ичкен ашын коюп, ашыгып турушат. Бири отун суусун даярдап, бири казанын асып, дагы бири этин бышырып жумуштар өзүнөн өзү бүтө берет. Кошуна айылдыктар жарты көчөнүн тургундарына суктанып калышат. Анан дагы жарты көчөдө кызык окуялар көп. Ушу жазда кошуналар Жусупту үйлөндүрөбүз деп чыгышты. 5 жылдан бери Жусуп жалгыз, дайыма дөңгөчтө соксоюп, жалгыз отурган. Кантсе да ысыкчан. Бир башын эки кылып коелу дешкен, алардыкы да туура. Акыры ары кетип, бери кетип кеңешип, Жусупту ылдыйкы айылдагы жесир Бакия менен тааныштырып, ой пикирлери төп келип калса, баш коштуруп коюуну туура көрүшкөн. Оокатка тыңдашат, балдары үйлөнүп жайланып алышкан, бир небересин алып калган дейт. Ал деле ушу жайда мектепти бүтүп шаарга окууга кетет имиш. Экөө баш кошуп калса, чайы кайналуу, тамагы бышылуу, бири-бирине эрмек болуп жашай беришет, деп салкын эне биринчи укканда эле макул болгон. Бул тууралуу жакын коңшусу Абил жубай экөө келип Жусупка айтканда, мендей ишке жарабаган аксак немеге ким тиймегеле деп караманча каршы чыккан. Абил ага болбой эле Бакия эже менен свидание кылабыз деп кудуңдап, жолугушчу күндү да белгилеп койгон. Кызыктын баары ошондо башталган. Жусуптун барбайм деп көгөргөнүчү. Олугуп алган Абил ага күнөбү, Жусуптун көптөн бери кийилерек костюм шымын алып чыгып, «Ай, Жусуп аке, ушу костюм шымды кийип, Бакия эженин алдынан чыксаңыз сиздики дей бериңиз», деп боору эсилгенче күлгөн. Жусуп аны угуп, андан 5 бетер арданган. Бир күнү болбой эле экөөнү жолуктуруп тынышты. Бакияныкына үчөө ээрчип киришти. Мурдатаан айтылганга үй ээси дасторкон жайып, жакшы тосуп алды. Бир аз отурушкандан кийин Абил жубай менен эшикке жөнөп калышты. Шашпай сүйлөшкүлө, биз тоскоол болбой эле сөзүңөргө. Жусуп аке, свидание кандай болду? Бакия эже көңүлүңүзгө туура келдиби? Деди көчө бойлоп ойлуу баскан Жусупту утурлай тосуп чыккан Абил. Жакшы аял экен. Сүйлөгөнү орду менен, көрүшүп эле жүрүппүз. Түзүк эми, деп койду Жусуп. Бир аз тартынып, жакты деп айтканга даабай турду. Көңүлүңүзгө туура келдиби? Ошону айтыңызчы, деп кайталап сурап жиберди Абил. Болот, болчудай.
деп башын икегілеп қойды Жусуп. Ха, бале, бұйырса, жарты көчеде той болады екен да, Жусуп әке, келек қолыңызда, деп Авел Жусуптың қолын бекем қысып, сілкілдетіп жандай басты. Бүгін жұма. Жарты көчеде жашағандар жұма намазын оқығаны жашы қарысы дебей мешітке жөнішті. Жусуп та ертеменен даратын алып, біреу жарым асыменен мешітті көзде кетсе, қошу ала кетеуі деп жолға шыққан. Дөңгөште отырған Жусуптың жанына бір уна келіп тоқтады. Ассаламу алейкум, Жусуп әке, тынчсыз бі? Деді унадан шашып түшкен жігіт. Алейкум ассалам, тынчылық інім, деді Жусуп ұшырашқан баланың кім екенін таныбай. Мен ынтымақмын, Қарабектің ұлы. Жаш жігіт Жусуп менен қош қолда ұшырашты. Осмонов Қарабектің бе? Деп шарқы көчіп кеткен жарты көчінің етегінде жашачу Қарабекті естеді. Чоң жігіт болып қалған тұрбайсың бе? Бектен екөңер бала кезде көченің чаңын асманға сапырып жүрчелеңер. Атаң, апаңдар жүрішөбі? Деді Жусуп. Жақшылы, сізге атам салам айтты. Бұйырса келі ұшырашып кетем деген. Түзік. Аманшылық болса келер. Атам айлыға барып, бірар жұма үйдің құросын тазылап, айлапаменің ұшырашы кел деп жіберді. Деді ынтымақ. Тура. Ата жайды қараусыз қалтырған болбайды. Анда-санда келіп қавар алып тұр. Азыр бары шарға қачып қалды. Қанша үй құлпыланып қараусыз тұрады. Жусуп үшкірініп қойды. Ынтымақ өзін күнөлі сезгендей башын жерге салды. Шарға жөнедің бе? Мені мечітке таштай кет, деді Жусуп. Мен дағы жұма намазға жөнедім әлі, келіңіз отырыңыз, деп ынтымақ унасының ешігін ашты. Жарты көчені чаңдатып, ары бір үйдің ешігін қаққылап, Айтмамат ата үйіне ифтарға чақырып атат, деп 7-8 жашар бала жүгіріп жүрді. Дөңгөште отырған Жусуптың жанына ентіге чұрқап келді. Ассаламу алейкум, Жусуп ата, деп салам беріп, ананы үйді ылдый қарап, айтар сөзін ұмытып қалғандай тұрып қалды. Кімдің ұлысың, атыңды айтшы, деп алиг алған Жусуп баланы өзіне мерді. Теге, сізде Айтмамат атаның үйіне ифтарға келіңіз, деді да Жусуптың жоғын күтпейлі андан ары жүгірді. Мақұл, барайын айланайын. Өмірің өзім болсын. Жусуп баланы ұзата қарап қалды. Айтмамат атаның үйіні қошылар чоғыла баштады. Жусуптағы қатардан қалбай келіп, бірақ кепке аралашпай четірек жерден орын алды. Менде жақшы жаңылық бар туғандар. Бұйырса, ороза бүтөрменен ұлымды үйлесем деп адам, деді бақылдаған Керімбек. Болсын, той болады Турбаева, дешіп, отырғандар қоштып кетішті. Мен дағы қызымды ұзатам қауышлайда, деді аға удалаш отырған Садрава қуанышын жашыра албай. Ақырғы учурда Жусуптың елге көп аралашпай өзінше отырып қалғанына Айтмамат ата қыжала тоқшайды. Жусуп балам, келші жаныма, деді Айтмамат ата. Жусуп орнынан тұрып Айтмамат атаның қашына келіп отырды. Балам, сен антып қысына бербе. Біз бір елбіз. Бір-бірімізге азыр жардам бербегенде қашан жардам береміз? Сен уағында бізге көп еле қызматыңды қылдың. Көчөнің іші шыққанда içкен ашыңды таштай салып келгеніңде мұнда отырған қошнылардың бары білет. Башыңды бейік қыл. Бесін арауызда күліп чайнап жүрген, деді Айтмамат ата Жусуптың қолын қысып. Ал башын икегілеп, ақсақалдың қолын қоя өребей толқынданып кеткені тамылжыған жүзінен көрініп тұрды. Кегілі, қошналар, біразға көңіл бұрып қойғыла, деді Айтмамат ақсақал барына уғыз айтты. Отырғандар ақсақалды қарап қалды. Ошы ұйық Рамазан айында жарты көчөнің тұрғындары үшін дағы бір жақшы жаңылық болғаны тұрады. Біздің Жусуп ұлыбыздың башына баш қошылып, бізді келінді қылғаны отырады. Халақан жайып батауызды берелі. Аңғыча Бакияны чақырғыла деп қалды отырғандар. Ашқанада жардамдашып жүрген Бакия аста басып Жусуптың жанына келіп отырды.
O men, Jusup balam. Vake eköňger biri-biriňerge öýdede öbök, ıldyýda jölek pogla. Teň arıp teň karagla. Goşnalar menen sylaşyp ötküle. Bagtly bolgaýlanaýdyr. Dep Aýtmamyt ata batasyn berdi. Көп ötpey kaçkın aksakalda girip geldi. Bar orlarından turup törgö ötközüştü. Amansıňar baýlanaýdyr, dep kaçkın aksakal törden orun aldı. Topulaň jokko. Haýtyldy bile? Ey bala, topulaň ataňa iptarga keliňiz dep aýtdyň bile? Aýtmamat ata F tamykasyna tili gelbey iptar dedi. Owa aýtkam, rayonda jumuşlarym bar, tezile barıp kalam degen ele? Dedi ulagada murdun şu tardı oturgan bayağı testiyer bala. Kına jok koyemdigiçe. Aýtkam owa, aýtkam ölüp keteýin, dep barmagyn moýnunun astyna bir aýlandyryp jüberdi bala. Bul men kalp aýtkan jokmun degen ele. Bul çynaktın kılgan kılıgyny kara, dep Kerimbek aksakal bırs güldü. Aňgyça topolaň aksakal kirip geldi. Meni kütüp kaldyňarby? Garmalyp kalbadymby? Dedi keşikkenine ыңгайсыздanyp. Geliňiz, törgö ötüňiz, dep bir-ekö ordularyndan tura kalyşdy. Topolaň ata aksakaldardyň kataryndan orun aldy. Aýtmamat ata saatyny karap, oza çağır bolup kaldy dep duwa kılmakka alakany jaýdy. O men, jaratkan elibizge jerebizge tynçlyk ber. Kötülbey kelgen bala kırsıktan saktagyn. Rızkыбызdy adaldan tawyny nasip kılganyň. Bölünüp jarlydan özüň saktap, ıntymagybızdy bekem kıla gör. Baştan ayak bilip bilbey getirgen günöleribizdi geçirip, karmagan orozobuzdy kabul kıla gör, dep bata kılındı. Oğuz açıldı, tamak tartıldı. Daima jarty köçönün başında döngöçte oturçu Jusup, kийinki gündörü görünbey kaldı. Intymak Jusup'tan kağılgasın kakty. Jusup aka, tynçsızby? Intymaksyňby? Jakşı bolam. Jusup aka, menin jumuşlarym buyursa bütüp kaldı. Erteň şaharga çygyp atam. Ataýyn sizge geldim. Menden kanday jardam gerek bolsa aýtyňyz, dedi Intymak. Balam, bekten maga akça salmak, rayonga barıp banktan alışım gerek ele, dedi Jusup. Anda erteň daýar turuňyz, sizdi rayonga ala keteýin. Jakşı bolmadyby? Kantyp baram dep kamtama bolup attym ele, dep süýnüp ketdi Jusup. Ekö bir top süýleşip oturuşkandan keyin Intymak saatyna karap orundan turdy. Men baraýyn Jusup aka. Biraz jumuşum kalgan, geç kirgenге çeýin bütürüp salaýyn. Ertemenen daýar turuňyz Jusup aka, dedi batyp baratkan gündön nurundan gözüni kalkalagan Intymak. Talaga uýlaryny aýta ötüp bara jatkan iki kişi jarty köçönün janyndan ötüp baratyp, Jusup aka görünböýtko? Anda sanda janna barıp kowraşyp kalçylym. Жаңылыктарды radioda öyle sayrap berçü. Жаңылыкtan tartda kaldık, dedi Asılbek boş turgan döngöçtü ümitsiz karap koyup. Hey, ukkan emes bilen? Emneni? Jusup aka kempir algan? Bolsun, kaçan? Bir jumaday bolup kaldı. Al azır üýünde ısık çaydy demdetip alıp, жаңылыктарды kempirine sayrap berip oturat da, dep katkırdı Bazarbay. Oşundan beri jarty köçönün başındağı döngöç jalgız